сіздің жүрегіңіздің тұсында шаншыған, сыздаған ауру сезімі болатын болса, бұл межреберный невралгия болуы мүмкін. Кейбір адамдар жүректің тұсында ауру сезім пайда болған кезде сразу кардиологқа барады, ЭКГ түсіреді, УЗИ сердца жасайды, сол кезде барлығы таза болып шығады, бірақ мен жүрегім тұсы ауырады дейді. Егер сіздер қабырғаларыңыздың ортасынан осылай қолмен бүйтіп басып көретін болсаңыздар, әр қабырғаның ортасында бізде нервтер орналасады. Егер осылай ұстаған кезде ауру сезім болатын болса, сіздің қабырға аралық нервіңізде қабыну процесі бар деген сөз. Яғни межреберная невралгия бар деген сөз. Оның пайда болу себептері әртүрлі. Грудной остеохондроздан болуы мүмкін, немесе переохлаждениядан болуы мүмкін деген сияқты, немесе басқа да көптеген себептері бар. Ондай кезде невропатологқа қаралатын болсаңыз, 5-10 күннің ішінде толығымен бұл аурудан құтылуға болады.